Сәлем достар, бізде бар-барнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге достар, мен Айша, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, және бүгінгі менің видеом өте қызықты болады. Менің каналымда бірінші рет Мұстафа туралы, вообще Мұстафа туралы менде өте аз видео, себебі көбінесе мамам түсіреді. Егер Мұстафа вообще қызық болып жатса, сіздер мамамның каналына өтіңіздер. Мамамда каждый видеосында Мұстафа бар. Кішкене болсын көрсетіп қалады Мұстафаны, ал мен өзімнің видеоларымда вообще көрсетпеймін. Сол үшін бүгін менің видеом өте қызықты болайын деп тұр. Сіздердің көп күткен видеоларыңыздың бірі. Короче, достар, бүгін бізге қонақтар келді. Қонақ деген кезде апамдар, туыстарымыз келді мамам жақтан, және де апам сол Мұстафаның 40-нан шығуға уже заттар дайындап әкелген. Прикиньте, бірақ Мұстафаның 40-нан шығуынан әлі 20 күндей бар. Бірақ просто білмеймін енді қалай әкелгенін, но өте көп және де күшті заттар әкелген. Соларды сіздерге қазір көрсететін боламын. Өзім де вообще дұрыс көрген жоқпын, сол үшін бірге көретін боламыз. Ол мынандай біреу, мынандай, короче, 40-нан шығару деген бұл типа коляска сияқты, бүйтіп ұстайды. Но это как бесік и корзина. Ішінде заттар бар. Бұл бір. Екіншісі тура сондай, но уже басқа заттар. Ішінде уже көріп тұрған шығарсыздар. Что тут только нету. Өзіме де қызық болып тұр. Және де үшіншісі ол осындай кішкентай. Қазір сіздерге бәрін көрсетемін. Маған да қатты қызық болып тұр, сол үшін видеоның көпсі бастайық. Сіздер міндетті түрде лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Олай болса мен видеоны бастаймын. Алды жетонек біз бастаймыз. Кеттік. Алдымен достар, ең кішкентайын көрсетейін, ол осындай. Мен енді осындай 40-нан шығу деген нәрсені бұрында Аружандарды, Мұхамеджандарды істеген кезде прям ондай есіме сақтап алған жоқпын. Вообще ондай біз жасамайтынбыз ба? Жасайтынбыз, но как-то по-другому жасайтынбыз ба? Короче, сондай. И бұл 40-нан шығуды біз Алматыда туыстардың арасында жасап жатырық, ал біз бұрында Ақтөбеде тұрдық. Сол кезде біз қасымызда ешкім болған жоқ туыстардан, сосын ондай прям эпичный болған жоқ. Енді осы кезде, осы жылы өте күшті болайын деп тұр. Біріншісі ол осындай, короче, ыдыс. Бұның ішінде бритва почему-то. Және де тырнақ алғыш, классикалық. Білмеймін енді. И осындай ыдыс оюлармен, осындай қасығы. Бұл қасықпен бұның ішіне, короче, күміс салады, мынандай борщ, бишка ма, сондай бір нәрселерін салады, бүйтіп салады да, потом осы қасықпен баланы жуындырады 40 рет, вроде бы, как я помню. Осымен алады да, кәдімгі бүйтіп біріншісі дейді, екіншісі деп 40 рет, короче, соған құйып шығады. Сол кезде 40-нан шығарады, типа. Осындай, өте күшті. Негізі біз до конца алған жоқпыз барлық 40-нан шығару заттарын. Себебі әлі достар негізі 20 күнде бар, білмеймін. Просто апам бүйтіп типа подарок сияқты әкелген ба, сондай қылып әкелген. Сол үшін әлі мамам ыдыстар алу керек, әлі өте көп заттар бар. Сол үшін еще много. Енді келесі мынандайға көшейік. Мынаның ішінде көріп тұрғандарыңыздай кафес көп. Бұның ішінде енді өздеріңізде көріп тұрғандар бәрі мынандай бір штукалар, иә. Сіздерге қазір біріншіден бастап көрсетейін. Біріншісі ол осындай аппаратик. Бұл осындай аппарат. Типа, мен түсінген бойынша бұл мынандай киімдерден шығып тұрған жіптерін, түттерін сөйтіп алып тастайды да, осы типа аппарат сияқты. Но это не аппарат. Білмеймін енді, сіздер білетін шығарсыздар. Просто бізде бұндай бірінші рет походу. Но бір мынандай материалды көрсетіп тұр. Типа, мынандай киімнің бір жері шығыпты, сонымен бүйтіп істей ма, бір нәрсе істейді. Ашып көрейік па дей. Осындай, короче, өте күшті. Енді келесі мына жерде бәрімізге қызық болып тұрған осындай корзинкалар. Бұл бесік типі, мына жерде ұлдыр. И бүйтіп ашқан кезде ішінде бір нәрсе қою керек. Не қою керек десеңіздер, егер 40-нан шығарып көрсеңіздер, онда білесіздер. 40-нан шығарып көрмесеңіздер, онда айтып кетейін. Бұның ішіне штучный компьютер салады да, и 40 адамға осы столының артына бүйтіп қойып қояды. Потом каждый раз келген кезде, типа, штучный конфет болып алып кетеді, походу. Но енді мен білмеймін, достар, мен дұрыс емес айтып жатсам енді. Но точно білемін, мына жерге штучный компьютер салады. Сол осындай. И бұл 40 штук мынандай.
каждыйы, прикиньте. И еще мындай бар. Ана бір пачка бар. Бәрі осындай, тура осындай. Потом вторая пачка. Көрдіңіз, тура осындай бәрінде. Ешқандай изменение жоқ. Вторая пачка. Үшінші пачка. Тура сол. И на бонус осындай тағы да. Болды ма? Иә, болды. Осының барлығы 40 штук. Понимаете, да? 40 штук. Капец. Ой, и, короче, мынандай тағы да не болды? Мындай стаканчик тоже көк, барлығы көк, потому что енді ол почти, ну почти емес, реально бәрі көк екен. Вот осындай. Обычный стакан. Сосын бізде осындай әр шаңырақ бақыт пен байлық болсын деген осындай коробочка. Бұл копилка екен осындай. Өте күшті. Прям андай ағаш. Ашып, ішіне сала беруге болады. Мына күшті, қараңыздар, ақшаны сурет тұр. Өте удобно болады жинауға бүйтіп. Сол үшін өте күшті. Бұлардың барлығы подароктар, яғни біз мынандай неге осыларға осы екеу ғой. Осылардың маған 20 штук подарок, екіншісіне 20 штук подарок саламыз да. Өзі 40 адамға 40 подарок болады. Солардың ішіне мынандайлары кіреді, тағы да подароктар алатын шығар. Осындайлар көп кіреді. Сол үшін 40 адамның бәріне осындай подароктар беріп шығамыз. Келесі, ол осындай бізде кубик Рубик. Тоже подарок. Ну, обычно енді бәрінде болған шығар. Мен, кстати, әлі кубик Рубик қарайды білмеймін. Сіздер білесіздер ме, жазып кетіңіздер. Келесі, бізде тағы да осындай подарок бар. Осындай машинка. Ішінде мынандай күрек сондайлар бар екен. Тоже подарок деп мына сандықтардың ішіне саламыз. Так, келесі бізде мынандай өте көп салфандар. Сосын бізде почему-то мынандай еще штукалар. Қысқа бұл не? Что-то, не знаю, даже не представляю, не екен, может быть, какой-то мата. Короче, осындай бір көп тоже штука тоже. Келесі енді жаңағы мынау неге? Мынаның ішіне салуға, айттым ғой жаңа күмістер салады, бұның ішіне асықта салуға болады. Соларға мынандай специальный заттар бар екен. Асықтар. Үйде негізі бізде асық бар, білмеймін, апам алған. 1, 2, 3, 5 штук. Осындай обычный асықтар. Так, ішінде енді жаңа айтқандай күмістер салады. Сақина, сондайлар салуға болады. Ішіне как раз мынандай бір штукалар беріледі. Бұл мынандай. Вау, қараңыздар. Осындай сақина. Мынау что-то көрінеді. Вот мынандай. Серебро деп жазылып тұр кәдімгідей. Вот. Именно осыған салуға походу. И тағы да мынандай екіншісі. Осындай. Бұл тоже мына жерде серебро деп жазылып тұр. Ал күміс. И тағы да мынандай. Бұл бізде походу андай не болады ғой. Шашқа тағатын. Типа невидимка сияқты осындай. И екіншісі тура сондай. Үшіншісі басқаша екен. Үшіншісі осындай. Вот. Болды ма? Я, достар, болды. Осындай заттар болды. Бірінші ящиктің ішінде. Ящик дегенде, бірінші корзинаның ішінде. Осынша заттар болды. Бұл бірақ та, прикиньте. Енді екіншісін көрсең, екіншісінде уже кішкене басқаша болып заттар. Сол үшін қызық болды. Бәрін кішкене жинайық. Все, бірінші корзина кетті. Енді second. Екінші. Ой. Тура сондай. Вообще изменение жоқ, қырқынан шығару. Енді көрсетейін не бар. Біріншісі ол тура сондай. Мындай штука, бірақ уже қара түс. Ой, қызыл түсті. Подарок, достар, подарок. Келесі тура сондай копилка. Короче, кейбіреулерінде екі заттан. Бүйтіп көрсетіп алайын.
Тағы да стакан. Білмеймін, подарок па или подарок емес па. Білмеймін, осындай. Сосын тура жаңағындай. Уакин. Осындай екеуді. Киімнен түсін алама бір нәрсе істейді тоже жаңа айтқандай. Екінші кубик Рубик. Уже тут почти все одинаковое почему-то. Тура мынандай, значит, достар мынау бір нәрсе үшін керек екен. Потому что екеуі просто так салып жүрмейді ғой. Так, келесі тоже тағы да серебро. Мынандай сіздерге уже көрсеткен. Так. Енді қызығы мынандай. Мынау жаңағы пакеттер. Так, вот, басқа ешнәрсе жоқ екен. Біріншісінде енді мынандай орамалдар. Бізге айтты, без андай үлкен кісі келеді деп, сол үлкен кісілерге енді мынандай подарктар беріп тұрмайсың ғой. Сондай ақ орамалдар. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Атпақ түсті. Короче, енді біреудің жарыста қонақтарға осындай береді. Енді еще достар, сіздерге көрсетуден кеттім. Осындай тағы да бар бізде. Бұл не десеңіздер, бұл шарфтар, прикиньте. Осындай, еще бұл прям күшті шарф. Үлкен да, но андай прям күшті. Прям қысық, қазір қысқа киетінге. Бір жеңгелер келеді ма, короче. Ұмытқалым кім келеді, бұл, короче, сондай тағы да уже үлкен жау пәтелерге походу. Осындай түсті. Жоп-жылы прям. Бүйтіп түспейді, но жоп-жылы прям. Я тоже себе такое хочу уже там. Біріншісі, екіншісі, үшіншісі, төртіншісі, және бесіншісі. Вот, осындай бес тағы да осындай шарфтар. Oh my god, я. Осы екіншісінде болды. Енді бізде екі осындай корзинкалар. Солар жаңа айтқандай сіздерге екеуіне де 20-20 штуктан подарктар салады. Мынандай подарок салады, мынандай, любой мынандайлар салып жүреді, копейкаларды. Сосын соларда 40 отырған адамға шақырамыз, короче, береміз подарок қылып. Мамамдар айтады, 40 адам шақырамыз деп. 40 адам, в принципе, қатты көп емес, бірақ білмеймін қалай болатынын. Олай болса, достар, осындай бізде 40-нан шығару заттар. Қазір мен сіздерге тағы да баланы көрсетіп жүремін. Мен сіздерге қызық болсын. Достар, мне как раз Мұстафа тұрып алды. Сіздерге көрсетем ме деп қарап жатсам, өзі тұрып алыпты. Сол енді қарап жатырмын. Осындай лук жауайын. Андай. Енді әлі баланы көрсетуге болмайды. Өздеріңіз де білетін шығарсыздар, әлі кішкентай. Қазір сіздерге лучше заттарын, вообще, қай жер ұйықтап жатыр, қай жер ұйықтатамыз, солардың бәрін сіздерге қазір көрсетем. Оны ұйықтап бара жатыр. Әлди, ай. Короче, мне, достар, осындай жастық. Бұл енді бәрінде болған шығар, осындай мойны не істеу үшін. Осындай көрпесі, бүйтіп жоқ қояды. Такс. Сосын бізде мынандай дәрі какой-то тұр. Бепантен. Емдеу, короче. Да. И мына жерде мынандай бізде качалка бар. Осындай кішкентай ғана тоқпен ғана жұмыс істейді. Алып тастаса жұмыс істемейді, короче. Тақпай керек. Мынамен қосады. Ойбай. Мен дауысын өзгертеді, но біз көбінесе алып тастаймыз, потому что мынау ондай колыбельныйға ұқсамайды да, скорее всего, бір страшный музыкаға ұқсайды. Сосын мына жерде мен түсінбей, бұл деген андай не ғой, бүйтіп качать етіп тұрады, міне өзіңіз көргендей. Міне бүйтіп качать етеді осы өзі. Қаттырақ качать етеді. Мынау уақытына қарай қалай качать ететінін. Міне. Осылай, и бұны өшіп соғылады. Мына жерде белдігі. Осындай болды.
сіздерге енді мынаны көрсетейін. Бұл енді бізде осы тазикке шомылдырамыз. Мына жерде градусы көрсетіп тұрады. Бұл өте удобно екен, себебі біз 38-ден аспай шомылдыруға тырысамыз. Мына алып тастаса су өтіп кетеді. Осындай көк түсті. Каждый день шомылдырып жатырық енді. Осындай аяқтарын алып тастаса болмайды. Скорее болады, бірақ біз алып тастамаймыз, осылай тұра береді. Қазір бұл бөлменің температурасын айтып тұр, скорее всего. Осындай. Мынау енді бесік жағы. Бұл жерде осылай енді мына бесікке жатып жүрген жоқ, себебі уже качалка бар. Керек емес болып қалды, заттары ғана тұрады осындай. Короче, осындай заттары всякие. Еще. Болды енді осы заттары пока что. Ал достар, осымен менің видеом аяқталды. Сіздерге видео ұнады деген үміттемін. Мен бүгін сіздерге Мұстафаның қырқынан шығуға арналған заттарды және де Мұстафаны көрсеттім. Енді Мұстафа әлі кішкентай, сол үшін бүйтіп видеоға көрсете алмаймыз. Жақында енді кішкене өскеннен кейін көрсетуіміз мүмкін, но не точно. Потому что енді тағы көз тиіп кетеді деген жағдайлар бар, сондай олардан қорқасың шынымен де. Сол үшін осылай рисковать етуге болмайды. Қазір бізде Мұстафа вообще жыламайды, өте тыныш, шүкір, тфай. Өйткені деген жыласа, это просто ужас. Кейбір кезде жылап қалады, жыласа прям ужасно жылайды. Енді сол, сіздерге осы видео ұнады деген үміттемін. Міндетті түрде лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Олай болса сіздермен осы видеомен қоштасамын. Келесі видеоларда кездескенше қош, сау болыңыздар.